Геннадий Головкин ұлттық олимпиада комитетінің президенті болып сайланды. Есімі әлемге танымал кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің президенті болды. Ол бұл қызметте Тимур Құлыбаевтың орнын басып отыр. Шешім ұлттық олимпиада комитеті бас ассамблеясының отырысы барысында қабылданды. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті бас ассамблеясының отырысына олимпиадалық спорт түрлері бойынша 35 ұлттық спорт федерациясының өкілі мен ұйымның спортшылар комиссиясының 2 өкілі қатысты. 34 қатысушы Геннадий Головкиннің кандидатурасын қолдады. Екеуі қалыс қалған. Спорт әлемінде 3 жүйелі қабатымен танымал болған Геннадий Головкин шаршы алаңда шашасына шаң жұқтырмай, әуесқойда, кәсіпқойда бокста өзінің ұрыс мәнерімен, ерекше стилімен миллиондаған жанкүйердің сүйікті спортшысына айналған. Получить ваше признание, вашу награду, ваши аплодисменты, для меня это большая честь. По-человечески вам скажу спасибо большое. Әкем орыс, шешем кәріс, ал өзім қазақпын дейтін Геннадий Головкин 1982 жылдың 28 ақпанында Қарағанды қаласында дүниеге келген. Ол тұрған Майқұдық ауданы сол вақыттарда қылмыс өршіп тұрған қауіпті аймақ саналатын. Дәл осы жайт бала Генаның спортпен айналысуына да себеп болғандай. Ол әуесқой бокста 350 жекпе-жек өткізіп, оның 345-інде жеңіске жетті. Еш уақыттан нокаут тұрмақ, нокдаунға да түсіп көрген жоқ. Геннадий әуесқой бокста Азия, әлем чемпионаттарында топ жарды. Алайда олимпиада чемпионы бола алмады. Күміс медальді қанағат тұтты. Ол 2004 жылы Афинада өткен олимпиада ойындары еді. Дәл осы жазғы ойындарға Головкин қазаққа үнемі алтын медаль сыйлап келген 69 келі салмақ санатында баруы тиіс еді. Дегенмен ол 75 келіге ауысып, ал 69 келі салмақта ел үміті Бақтияр Артаевқа артылған болатын. Осы олимпиадада Бақтияр Артаев чемпион атанса, Геннадий Головкин күміс жүлдегер болды. Дегенмен әлі күнге дейін дәл осы жекпе-жекке қатысты дау көп. Көпшілік Геннадийдің сол уақытта ресейлік Гайдарбековтан жеңілмеген айтады. Генаның өзі де сол жекпе-жекте жеңілмегендігіне сенімді. Мен Азия ойындарының чемпионы болдым. 2004 жылы Афинада өткен олимпиада ойындарының алтын медаліне лайықты болдым деп санаймын. Дәл сол уақытта жай әуесқой бокстан түңілуіме осы жағдай себеп болды деген еді ол жекпе-жекке қатысты спорт басылымына берген сұхбатында. Бір жылдан кейін Геннадий Головкин әуесқой спортпен қош айтысып, кәсіпқой боксқа бет бұрды. Геннадий Головкиннің әуесқой бокстағы жетістіктері мынадай. 2000 жылы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жартылай салмақта чемпион. 2001 жылы Шығыс Азия ойындарында жартылай салмақта жеңімпаз. 2002 жылы Астанада өткен бокстан әлем чемпионатында жеңімпаз. 2002 жылы Азия ойындарының чемпионы. 2003 жылы Бангкокта өткен әлем чемпионатының чемпионы. 2004 жылы Азия чемпионатының жеңімпазы. 2004 жылы Афинада өткен олимпиада ойындарының күміс жүлдегері. Геннадий Головкин 2005 жылдан бері осы уақытқа дейін кәсіпқой бокста 45 жекпе-жек өткізді. Оның 37-сін нокаутпен аяқтаса, бір жекпе-жегінде тең түсіп, 2 жекпе-жегінде ұпай санымен жеңіліп қалды. Ол кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін 2006 жылдың мамырында Габор Балуққа қарсы өткізіп, оны бірінші раундта нокаутқа жіберді. Осыдан кейін Генаның жұлдызды сәті туды. Орташа салмақта әлем чемпионы атағын 8 мәрте, ABO нұсқасы бойынша орташа салмақта әлем чемпионы атағын 5 рет қорғады. Кәсіпқой бокс тарихында орташа салмақ бойынша нокаут бойынша 89% үлеспен бірінші орынға шықты. Геннадий Головкин спорттық мансап жолында екінші орта салмақтағы әлемнің абсолюттік чемпионы Сауль Альвареспен 3 мәрте кездесті. Есте болса, 2017 жылдың қыркүйегінде Головкин мен Канело кездесуі тең аяқталды. Ал бір жылдан кейін, яғни 2018 жылдың қыркүйегінде Сауль Альварес төрешілер шешімімен Генадан басым түскен болатын. Екі спорт жұлдыздың арасындағы 3-ші кездесу де отандасымыздың пайдасына шешілген жоқ.